Баршаңызға сәлем, курсқа қатысушы қыздар. Бүгін осы сухофруктыдан тәтті букеттің жасалу жолын көрсетемін. Ең алдымен сіздерге қандай құрал-жабдықтар, қандай сухофруктілер керек екенін айтып түсіндіріп өтейін. Ең алдымен бізге основной букетті жасау үшін осындай пенопласт керек. Осындай етіп дөңгелектеп қиып аласыз. Бұның көлемін үйіңізде осындай шай тәрілкі болады, ол кішкентай. Сондай етіп, соның көлемінде етіп бастырып осылай қиып аласыз. Дәл осындаймен сіз үлкен букетті жасайтын боласыз. Яғни осындай пенопласт керек. Осының сыртынан біздер осындай пищевоймен орап тастайтын боламыз. Немесе фольга болса, фольгамен сыртынан орап тастаңыз. Мына жерлері, қиған жерлері түспеш үшін сондай жасайсыздар. Содан кейін оның бетіне пенопластты көрсетпес үшін осындай пленка болады. Салфетница ғой, осыны бетіне қойып тастасаңыз болады. Менде мына кішкентай түрі, үлкен, кішкене среднйлау түрін алыңыздар, немесе үлкен түрін алсаңыздар болады. Қайырып істеп тастауға болады. Осындай бетіне пленка алатын боламыз. Және бізге ең басты букетті әдемі етіп шығару үшін осындай пленка керек. Бұл букеттерге арналған пленка. Осындай салапан түрінде сататыны бар, ішінде 20 штук болады. Немесе осындай рулонымен алсаңыз болады. Ішінде деген рулонның ішінде 10 метр ма, 20 метр ма болады. Өздерінің размеріне байланысты болады. Содан кейін бізге букетті жасаймыз ғой, бетіне мынандай етіп салапанмен, прозрачный салапанмен қаптап тастайтын боламыз. Яғни сухофруктылардың барлығын бетіп қойғаннан кейін мына осындай прозрачный пакетпен қаптаймыз. Бұл пакет осылай рулонымен сатады. Бұның аты слюда деп аталады. Осымен қаптайтын боламыз. Содан кейін бізге міне лента керек болады. Лентаны енді өзіңіздің қағаздың осындай пленканың түсіне қарай лентаны қолданатын боласыз. Мына жерде мен 2 сантиметрлік пленка, 2 сантиметрлік ленталар. Содан кейін бізге шпажка керек міндетті түрде. Астыңғы жағына біздер букет ұстау үшін астыңғы жағына осындай шпажка қолданамыз, үлкен ұзын түрін қолданамыз. Содан кейін мына сухофруктылардың барлығын қадап кіргізетін боламыз ғой, бекітетін боламыз. Осындай бізге зубочистка керек болады. Және де бізге осындай скотч керек, степлер қажет болады. Сендер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша осындай әдемі искусственный гүлдерді, жапырақтарды қолдансаңыз болады. Ол әркімнің өз қалауына, фантазиясына байланысты қолданасыз. Енді бізге мына жерден сухофруктыларды атап өтейін. Бізге ең алдымен манго керек. Мангоның осындай пакеттегі түрін алсаңыз болады. Бұл енді сапалы, жақсы, қымбаттау түрі. Басқа түрін килограмдап сататын түрлерінде алсаңыз болады. Осы мангоны қолданатын боламыз. Бұл мангомен біздер ортасына әдемі, букеттің ортасына роза гүлін жасаймыз. Сондықтан мангоны алатын боламыз. Енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша бұл жерде осындай алу керек деген міндетті емес. Мен сіздерге осы қандай сухофруктыдан жасауға болады, соны көрсетіп жатырмын. Осындай грецкий орехты қолдансаңыз болады. Және мынандай ең енді көбіне қолданатын букет жасағанда осы манго, киви, ананас, өрік, цукати қолданады. Кивиді аласыз, осындай каждыйынан 100 граммнан алып алыңыз. 100 граммнан алсаңыз бір букетқа жетеді. Міне қараңыздар, осы киви керек болады, осындай конфет. Осындай конфеттер әдемі көрінеді, букетіңізді күштетіп ашады. Содан кейін міндетті түрде бізге ананас керек. Міне осындай ананас. Бұны пышақпен осылай бөліп алыңыздар, 4-ке бөліп аласыздар. Содан кейін бізге осындай өрік керек. Міне жақсы сапалысын алыңыздар. Мынау менде сапалысы, қымбат тұратын өрік. Бұл өріктің сарысын да алуға, немесе осындай шоколадный өрікті де алуға болады. Осындай цукати, мынандай түрі, жапырақ түрінде де бар, мынандай кішкентай түрінде қолдансаңыз болады. Және де мынандай біздің енді хит кәмпиттерімізді қолдансаңыз болады. Енді қараңыздар, мынау мангоның өзі үлкен ғой, қараңыздар. Осылай етіп біз ортасынан пышақпен кескен болатынбыз. Мангоны ортасынан кесіп алыңыздар. Үлкені керек емес, бізге осылай ортасынан кесіп қолданатын боламыз. Сосын біздер роза гүлін жасайтын боламыз, бүктеп. Кивиді де ортасынан бөліп аласыз. Ананасты 4-ке бөліп аласыз. Ананас енді үлкен ғой. 4-ке бөліп алыңыздар, осылай 4-ке бөліп аласыздар. Енді осылай кесетін заттардың барлығын кесіп алыңыздар. Содан кейін букетімізді құрастыратын боламыз.
Ең алдыменен мына пенопласттың сыртын қаптап тастайтын боламыз. Осындай пищевоймен қаптап тастайсыздар. Жақсылап 2 қабатта қаптап тастаңыздар. Перчаткамен кішкене жұмыс жасағанда ыңғайсыз болады, енді бірақ сонда да перчатка кию керек. Міне осылай қаптап тастадық. Енді осының бетіне осындай пленка қойып тастаңыздар. Салфетница, мына үлкендеу түрін алсаңыздар болады. Менде қазір кішкентай түрі, сонда да бет енді фольгамен сіздер тек қана осы пленкамен емес, фольгамен істейтін болсаңыздар, онда мынандай салфетница керек емес. Менде қазір салфетница қойайын, қойдым міне. Енді мына бетін сыртын, мына пенопласттың сыртын пленкамен қаптап тастадық. Енді мына астынан біздер букет ұстайтын жері болу керек қой. Осыны біздер осылай спашкамен шығаратын боламыз. Жақсылап кіргізіңіздер. Осындай ұзын түрін алыңыздар. Слабый болып тұрса, тағы да кіргізіңіздер. Букет көтеретіндей болу керек. Мына ағашымыз букетті көтеріп тұратындай болу керек та ұстағанда. Қазір біз сухофруктың барлығын мына жерге орналастырсақ, мынау ауырлайды, иә. Сондықтан астында ағашы мықты тұру керек. Міне қараңыздар. Енді осыны скотчтап тастаймыз. Ағашымызды бекітіп тастаймыз. Жақсылап біріктіріп тастаймыз. Мінекей біздің основнойымыз дайын. Енді осыған біздер сухофруктыны бекітетін боламыз. Бұл үшін енді қазір бізге ыңғайлы ету үшін мінекей қараңыздар, біздер мынандай етіп пенопластымызды осылай ағашқа, шпажкаға бекітіп тастадық. Жақсы мықты бекіп тұр. Енді біздер ыңғайлы болу үшін осылай ыдысқа немесе 3 литр банкіге осылай кигізіп қоясыздар. Қазір біз үстіне сухофруктыларды бекітетін боламыз. Ең алдымен осы мен өзімнің салфетницамды бекітіп қояйын. Енді біздер мына дәл ортасына манго бекітетін боламыз. Енді қараңыздар, мына мангоны біздер жаңа кесіп алдық қой ортасына. Енді осылай бүктеп гүл жасаймыз. Міне осылай етіп гүл жасаймыз. Тағы да сыртынан қабаттаймыз. Осылай орай береміз. Оңай. Жасалу жолы оңай өте. Қараңыздар, роза болып кетті. Осы аяқталған жерінен бастаймыз осылай. Сосын айналдыра отырып жүргіземіз. Тоже мына жерінен, біткен жерінен бастаймыз. Міне қараңыздар. Осындай роза етсеңіздер, одан да үлкен етсеңіздер болады. Мен кішкене үлкейтейін. Тағы жасап жүрейін. Мінекей қараңыздар. Біздің мангодан жасалған розамыз дайын. Енді осыны біздер шығып кетпес үшін зубочисткамен жан-жағынан бекітеміз.
жан жағынан кіргізіп алыңыздар. Роза жасадық, жан жағынан мынандай зубочисткамен бекітіп тастадық. Мына жағын жайлап шетінен сындырып жіберіңіздер. Қазір басқа сухофруктылар бекіткенде кедергі жасамас үшін осылай шеттерін сындырып жіберіңіздер. Енді осыны біз мына жерге бекітетін боламыз. Оны қалай бекітеміз? Осындай зубочисткамен бекітетін боламыз. 2-3 жерден қадаймыз. Енді ананас кіргіземіз. Дәл ортасына істейміз. Мына жерінен шығып тұрса, мына зубочистканы жайлап тырнағымызбен бүйтіп итеріп жібереміз да, көрінбеу керек. Міне дәл ортасына бекіттік. Біздер роза гүлімізді қараңыздар, әдемі болып тұрды. Енді біздер мына сухофруктылардың барлығын бүйтіп қойып тастасаңыздар да болады. Мен сіздерге ең әдемі вариантын көрсетейін. Қараңыздар, осылайынан кетіп, қазір фотода көрсетіп қоям. Осылайынан жасасаңыздар болады. Мен осылайынан жасасаңыз, букетіңіз әдемі болады. Осылай волнисті етіп жасайтын боламыз. Енді біздер немізді осы жерден бастайық. Түстерін үйлесіндірген мұқият қараңыздар. Мысалы, бұл жерде бізде сары ананас түрі. Бұл жерге не қолдансаңыз болады. Мына жерде ақ түстінен бастасаңыз болады. Немесе қызыл түстен бастасаңыз болады. Давайте қызыл түстен бастап көрейік. Осылай зубочистканы кіргізіп тастаймыз. Сосын сукатимызды кіргіземіз. Қатты кіргізіп жібермеңіздер. Кішкене көтеріп тұру керек. Екінші немізде де сөйтеміз. Сукатимызды қадаймыз. Біздер осылай волнистый, осылайынан жіберетін боламыз. Мен қабіреуін көпші. Мінекей қараңыздар, мен осылай бұрылып бара жатырмын. Осылай зубочисткамызды қадайып аламыз бірінші. Сосын осылай сукатимызды. Өздеріңіз қарап отырыңыздар, бұлай қисайтып жүреміз, е? Сызып алсаңыздар болады, шатысып кетемін десеңіздер. Ручкамен, карандашпен сызып алыңыздар. Кіріп кетіп жатса, кішкене шығарып алып бекітеміз. Міне қараңыздар, шетіне шейін аламыз. Шетіне шейін алатын боламыз. Міне шетіне де міне сырт жағына да алып жүріңіздер кішкене. Ол да қазір көрініп қалуы мүмкін, қағаз жетпеуі мүмкін. Ол жеріне кішкене шетіне де шығарып жасайсыздар. Енді осы қызылдан кейін біздер нені салсақ болады? Жасыл салсақ болады да? Жасыл кивиді салайық. Жасыл кивиді кесіп аламыз. Міне қараңыздар, кесіп алдық. Біздер тағы да кесіп алайық. Толтап кесіп алыңыздар. Осылай бірден кіргізіп алып қадасаңыздар да болады да, бұлай. Жақсылап бүйтіп араларын кішкене ашып кіргіземіз. Мына жеріне қадаймыз.
осылай көтеріп ашып кіргізетін боламыз. Мынаны сырт жағынан аламыз. Қарап тұрсыздар ма? Байқап, осылай. Шығып көрініп тұрса, қайтадан кері алып кіргіземіз. Мінекей біздер қызыл сукады жүргіздік және кивиді жүргіздік. Енді біздер сыртынан бастап аламыз. Мұқият, міне қараңыздар, қызыл басталды ғой. Қызылдың алдынан сәл бір шығарамыз да, біреуін. Осылай сырт жақтан бастап алатын боламыз. Сырт жақтан бастап бекітетін боламыз. Осылай сыртынан айналдырып кетеміз. Мұқият тақап істейміз. Тақап, жақындатып, тығыздап істейміз. Неке қараңыздар, дәл осылай барлығында сырт жағынан жіберіп істейміз. Сырт жағынан жіберіп, осылай айнала беретін боламыз. Енді неке қараңыздар, біздер волнистый етіп, қиғаштап, айналдырып жіберіп жатырмыз да. Енді ақ жібердік қой, енді осындай сары өрік жібереміз. Мынаны ақты басталған жерінен бастамаймыз, алдынан түсеміз. Алдынан түсіп өтеміз. Мына өрік кішкене жұмсақтау болады. Зубочистканы бірінші кіргізіп алып қадаңыздар да. Осылай алдынан бастап өтіп кетеміз. Тақап өтіңіздер, арасы ашық қалмасын. Перчатке жабысқақ болады, дымқыл шүберек алып алыңыздар, сонымен сүртіп тұрыңыздар қолыңызды. Кедергі жасайды да, сүртіп тұрыңыздар. Мінекей қараңыздар, барлығын осылай әдемілеп жіберіп келе жатырмыз да. Қолдарыңыз кеп-кеп болып қалады, сондықтан міндетті түрде тряпкамен сүртіп отырыңыздар. Енді біздер мынаны қараңыздар, цветімен келтіріңіздер. Енді мына жерге біздер мынандай жасыл цукатиді жіберейік. Міне осындай. Осыны өріктің сыртынан алып жіберетін боламыз. Енді бірінші зубочисткамызды қадап алайық. Бірінші зубочистканы қадап алған жақсы да.
біздің енді мына сухофруктыларымыз барлығы жұмсақ қой. Тешіп шығуы мүмкін да. Бірінші осылай зубочисткаларыңызды қадап алыңыздар жақсылап. Сосын цукатиларыңызды осылай кіргізе қоясыздар. Жасылды бастайық біздерінен. Жасыл әдемі үйлеседі. Түстерін үйлестіріп, жақсылап қараңыздар. Енді бұл жерде енді өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты болады. Барлығы оформлениеде. Мен мына осылай жасыл жіберіп жатырмын. Біздің букетіміз уже толып келе жатыр да. Жасыл цукати жіберейік. Содан кейін дөмелек кәмпиттерімізді жіберетін боламыз. Мінекей қараңыздар. Енді мынандай көк конфет бар. Зубочисткаға қадап қойдық. Енді осыны осылай сыртынан алып, рет-ретімен жібереміз. Жақсылап кіргізіп алайық. Осылай көк конфетті жібереміз. Мінекей көк конфетті жібердік. Енді сыртынан ананас жібереміз. Біздер мына ананасты осылай қараңыздар, төртке бөліп кесіп алдық қой. Сосын осылаймен енді сары ананасты жібереміз. Тоқтат. Мінекей біз ананас жіберіп жатырмыз. Сыртынан айналдырып өтеміз. Көрінбеу керек қой, сырт жағынан да осылай қадап қойыңыздар. Енді мына кивиді біздер қысқалау істедік қой, енді ұзыннан жасаймыз кивиді. Мына жерлерін кішкене дұрыстап жібереміз. Зубочисткасын суырып аламыз да, кішкене былай қарай келтіреміз. Басында ол солай болады. Осылайынан ақты да битіп, қызылды да жалғастырып жібереміз. Қараңыздар, букетімізді алыңыз. Әдемі енді кішкене келтіріп, дөңгелектеп, дұрыстап реттейтін реттеп қарап жіберіңіздер. Өздеріңіз мұқият. Істеген адам өзі білет. Мен сіздерге осындай ең әдемі жақсы вариантын көрсетіп жатырмын да. Сухофруктыларды былай-былай қойып тастасаңыз да болады да. Мына жерге изюм істеп, мына жерге ананас істеп, солай да істеуге болады. Әртүрлі болады, интернеттен қарасаңыздар болады. Мен сіздерге ең әдемі жақсы түрін көрсеттім. Сондықтан осылай жасасаңыздар болады. Просто букетіңіз
осылай жасасаңыз әдемі болады да. Өтімді букеттердің бірі осы. Неге қараңыздар. Мынаны кіріп кетсе, ішке қарай кіріп кетсе, мына зубочистканы көтеріп кішкене кіргіземіз, я. Кішкене жоғары көтеріп жібереміз. Енді мына жерден қызыл жалғастырамыз. Сонда біздің букетіміз дайын болады. Мына жерде қызылдарымызды. Қараңыздар, әдемі ме? Аяқталмаған жерлерін барлығын аяқтап тастаймыз. Кішкене былай қиғаштап жоғары қарай кішкене келтіріп. Өздеріңіз мұқият барлығын қарап жібересіздер ғой, қай жері дұрыс келмей тұр, кері алып, кері салып, дұрыстап жіберетін боласыздар. Неге қараңыздар, біздің букетіміз уже ап-ауыр болды. Енді бұл жерінен әдемі, кішкене ашық жерлеріне басқа конфет түрлерін салып жүрсеңіз болады. Жұлдыз конфет болады. Енді мына жерінен осындай әдемі гүлдерді салып жүрсеңіз де болады. Осылай етіп гүл салып жүрсеңіздер болады. Осылай етіп әдемі етіп гүл салып жүрсеңіздер, немесе жапырақ салып жүрсеңіздер де болады. Енді өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты болады. Осылай етіп, әдемі етіп, гүл салып, композицияңызды аяқтасаңыз болады. Ортасында итак гүл бар, ананас. Осылай әрбір жерден көп гүл салмай, тек бір 3-4 жерінен гүл салсаңыз болады. Келтіріп, осылай келтіріп, жан-жағынан искусственный жапырақтарды алсаңыз болады, искусственный гүлдерді алсаңыз болады. Мен қазына жан-жағынан. Бес жағынан гүл. Бес жағынан бес гүлді әдемілеп қойсаңыздар болады. Қоймасаңыздар да болады. Оны өздеріңіз білесіздер, я? Осылай етіп. Енді біздің букетіміз дайын. Қарап жіберіңіздер. Тағы да салу керек болса, салып жіберіңіздер. Мына жерге тағы да киви салса болады. Мен салып жүрейін. Киви. Мінекей біздің букетіміз дайын, көріп тұрғандарыңыздай. Әдемі гүлдермен, искусственный гүлдермен сәнділесеңіз болады, жапырақтармен сәнділесеңіз болады. Енді осының сыртынан біздер осындай слюдамен қаптайтын боламыз. Осылай керекті мөлшерде қиып алыңыздар өздеріңізге. Осылай осы шамада бізге керек болады. Осы шамада қиып алатын боламыз. Осы шамада слюдамызды қиып алдық. Енді бүкпірдей етіп көпштеп тастаймыз. Скотчты аламыз да. Осындай скотч алып алыңыздар, кішкентай скотч ыңғайлы. Айналдыра отырып слюдамызды жасып тастаймыз.
Мінекей қараңыздар, сульдамен бетін қаптап тастадық. Осылай қойып қоямыз. Енді біздер қағазымызды дайындап аламыз. Осындай көк түспен істесек те болады. Өздеріңіз қараңыздар енді. Көк түсте әдемі, осындай түспен істесек болады. Екі түсті араластырып істесеңіздер де болады. Қызыл түсті араластырып істесеңіздер де болады. Осылай әдемілеп істесеңіздер болады. Біздер енді міне осы пленканы қолданатын боламыз. Бұл үлкен осындай бір лист шығады. Соның ортасынан қайшымен кесіп тастаңыздар. Содан кейін осылай бүктейміз. Міне қараңыздар, осылай үшбұрышты болып тұру керек. Ойыс болып. Бізге осының үшеуі керек бар. Мынаны қазір біз астыңғы жағына қаптайтын боламыз. Міне қараңыздар, осылай жасап алдық. Үшеуінде. Үшеуінде осылай. Енді мына жерін біздер кесіп жібереміз. Қазір біз түп жағына кедергі жасамас үшін осылай кесіп жіберіңіздер. Енді біз мына гүлдің сыртынан әдемілеп қойып бір жағына жібереміз. Осылай. Міне қараңыздар, біздер жаңа кесіп тастадық қой. Сол жер бізге удобно болады да былай. Көрдіңіздер ме? Әдемі болып қалды. Осылай біздер скотчтап тастайтын боламыз. Қанша бір қабатын скотчтап тастайық. Тартып қойыңыздар. Қараңыздар. Енді осы жағынан келтіріп жібереміз, мұқият боламыз. Біздер шағындау етіп қаптап жатырмыз. Үлкен етіп керек емес олай. Көп исараптап керек емес, осылай етіп әдемілеп қаптасаңыздар жарайды. Осы мына үшінші жағында дәл осылай келтіреміз де. Мінекей қараңыздаршы, әдемі болып жатыр, иә? Шағын әдемі болды. Осыны қазір астынан скотчтап тастаймыз. Мінекей қараңыздар, букетімізді сыртын қаптап тастадық. Енді астыңғы жағын көрсетпейтін боламыз. Ол үшін біздер осындай қараңыздар. Жартылай қалды ғой, бағана біз үшіне қолдандық. Осындай үшеуін жібердік. Енді бұны қаптайтын боламыз. Осылай етіп қаптасаңыздар болады. Осылай қайырамыз. Содан кейін іш жағына қайырамыз. Мына екі шетін қайырамыз. Қойып алыңыздар. Асықпай істеңіздер. Осылай қайырып алыңыздар міне. Бұқтырден. Жағын, астыңғы жағын қайырамыз. Астыңғы жағын қайырамыз. Сосын мынаны бұлай қайырып жібереміз де лентамызбен байлап тастаймыз. Розовый лентамен байлайық. Осылай бір бантик тастаңыздар жарайды. Осылай сосын қиғаштап бұлай қиыптаңыздар, әдемі болып тұрады. Қараңыздар. Ал біздің міне букетіміз дайын. Ал сіздер де осылай жасап көріңіздер. Жасау жолы өте оңай. Барлығы түсінікті деп ойлаймын.